Hey барлықтарыңа сәлем достар. Сіздермен бірге бүгін мен Нұртас. Бүгін мен мини конкурс ашатын болдым достар. Мини конкурс ашып сендерді қуантайын деп жатырмын. Оған қатысу үшін жай ғана комментарийға мына сөздерді жазып кетсеңдер болды. О мини конкурстың ішінде не бар? Мысалға, о мини конкурстың ішінде 3 орын болады. Ол 3 орынның бірінші орында не қойсақ болады? 3 орынның бірінші орнына бір скин қояйық. Өзім скин жасап берейін сендерге. Скин қандай скин? Өздерің қалаған скиндарын жазып кетесіңдер. Соны мен істеп беретін боламын. Мысалға, киімі мынандай әріп жазылып тұрады дегенде болса, сөйт істеп беретін боламын достар. Екінші орынға не қойсақ болады? Екінші орынға мысалға не қойсақ болады ашы? Екінші орынға бір үй, типа YouTube хаус сияқты бір үй қойып берейін. Үй қойып дегенде үй салып берейін. Бір программаға жүктеп беремін, соны жақтан өздерің ала аласыңдар. Сол, короче. Сөйтіп істейсіңдер ғой. Мысалға, не десек болады? Бірінші орында скиндағы мысалы мынандай дизайнмен мынандай жасыл түсмен, жасыл түсі мысалы алдынан мынандай К деген әріп жазып бер дегенше сөйтіп айтсаңдар өзім істеп берем. Екінші орынға бір үй соғып берейін, или үй болмаса басқа нәрсе өздерің айтыңдар. Үшінші орынға не қойсақ болады достар? Үшінші орынға не қойсақ болады? Мысалға, үшінші орынға бір қалай шейдер қосу кереккен үйретейін онда. Приложение арқылы бір шейдер қосып айтып берейін, или басқа зат қояйын ба? Не қойсақ болады? Оны да комментарийға жазып кетіңдер. Видео лайк басып кете салыңдар. Жалпы болмаса 3 орын болады достар. Мини конкурс деп атағым келді оны. Неге мини конкурс өйткені? Ода 3 орын зат береді ғой, мынандай дегенше. Мысалы, кейбір блогерлер қымбат заттар қояды, ол сияқты емес. Мини заттар қояды. Сөйтіп қойған соң мини конкурс деп аша салдым. Сол, короче, мини конкурс аштым. Же істеп тұрайын ба? Қалай ойлайсыңдар? Или істемей қойайын ба бүйтіп ашы? Или істемеймін ба? Оны да комментарийға жазып кетіңдер. Қандай видеода түсірейін айтып ашы. Менде идея жоқ мысалға. Қандай видео түсірейін, қандай ойын түсірейін. Соны да комментарийға жазыңдар. Мынандай ойын түсір десе мен түсірем. Сол, короче. Сөйтіп түсіріп тұрам. Мысалы, өз скинмен үй жаса дегенше. Сөйтіп айтып тұрсаңдар, мен де түсіріп тұрам. Сол, короче. Осындай. Өйстіп стик комментарийға да жазып кетіңдер. Любой сөз жазып кетіңдер. Мен бүйтіп анықтаймын. Короче, сөйтіп сол жерден табамын.
Сол жерден тауып алам. Бірінші орынға скинді, иә. Екінші орынға үй, үшінші орынға бір шейдер қалай қосу керек екен. Бола ма, или болмай ма, жазып кетіңдер. Или әшейін халява ма үй деген бір программада өзіміз істеп аламыз деген ше. Маған бәрібір негізінде ше. Өздерің біліңдер. Қатысасыңдар ма, қатыспайсыңдар ма. Осы айтып уақытқа ма. Короче, сол. Сендермен болған бүгін мен Нұртас. Осымен видеода аяқталды. Қысқа айтып кеттім. Конкурс ашайын ба дегенде ше. Сол амандықта кездескенше. Қош сау болыңдар.